армысыздар, қадірменді әлеуметтік желідегі барша біздің оқырмандарымыз. Жақын арада жазушы Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр» атты романын оқып шықтым. Осы романда оқығандағы өз ойымменен біздің көзі қырағы оқырмандарымызбен бөліскім келеді. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Романның басты тақырыбы қандай? Кейіпкерлері кімдер? Жалпы бұл роман социалистік режим саясатынан зардап шеккен Семей өңіріндегі полигон жарылысының құрбандарына арналған. Жазушы осы шығармасы арқылы ядролық полигонның жазылмаған жарасына, әлемнің бет бұруына септігін тигізсе дейді. Қаламгердің бұлай үндеу тастауы да жер шарындағы экология проблемасын шешуге бағытталған. Сәуле Досжан өзінің осы шығармасында жалпы шығыс әйеліне тән ерекшеліктерді, қазақ қызының басынан өткен қилы тағдырды ерекше бір суреттейді. Романның басты кейіпкері аяулым. Жазушы аяулымның нәзік жанының қилы тағдыры арқылы ел басына төнген атом трагедиясын суреттейді. Шығарманың басы аяулымның перзентханаға түскен сәтінен басталады. Семей жеріне күйеуге тиген аяулым екінші рет бала көтергенде ішінде жатқан баланың диагнозы анықталады: гидроцефалия. Кейіпкердің ішкі уайым мен астасқан үрейін жазушы түспен байланыстырады. Аяулым аурухана төсегінде жатқанда түс көреді. Түсінде қызғалдақ гүлді қанша аяласа да, басы қап-қара болып күйіп кеткен, сабағы сынып салбырап тұр. Ал шығарманың ар жағы бұдан да қиын. Жолдасы баланы алып таста дегеніне қарамастан, аяулым сәбиді дүниеге келеді. Дүниеге келген сәби қыз бала. Аяғы сидиған, басы екі есе үлкен. Ананың өз сәбиін көзімен көрген сәтін көз алдымызға елестетіп көрейікші. Дене тұрқымы екі есе үлкен, аяқ қолы шидиған, басы доп секілді үрленіп тұр. Бірдеңе жаныңа бата ма құлыным? Әлде дәрінің күшімен ештеңе сезбей жатырсың ба? Жұмулы болса тереңге түсіп кеткен көзі, басынан айқын көрініп тұрған көк тамырлары лүп-лүп деп соққан. Бұдан әрі аяулымның балалық шағына саяхат жасап кетеміз. Жас қыздың бал дәурен таңғы шықтай махаббат оқиғасы баяндалады шығармада. Көшеде тұратын мейіз көлік апатына ұшырап, беліне зақым келіп, арбаға таңылып қалады. Көркі мен сымбаты жарасқан өнерлі де білімді бозбалаға бұл қатты соққы болады. Аяулымның анасы мүгедекпен болашағының жоқтығы екенін айтады. Аяулым жоғарғы оқу орнына түседі. Әмір атты жігітпен танысып, сол жігітке тұрмысқа шығады. Ана атанады. Артынан сәбиінің диагнозы бойынша Алматыға шақырылады. Осы Алматыға келгенде заманның тажалынан болған қайғыдан қызынан айырылады. Бұл аяулымның басындағы жағдай 1986 жылғы оқиғамен тұспа-тұс келеді. Аяулым жастармен бірге ереуілге шығады. Бұл кез бір қиын кез еді, қайта құрудың кезі еді. Осы кезде қазақтың белгілі ақыны, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов Невада Семей қозғалысын ұйымдастырған болатын. Мінекей осы ұйымдастырылған ереуілге аяулымда шығады. Артынан осы ереуілге шыққан үшін күйеуі Әмірден таяқ жеп, қатты күйзеліске ұшырайды. Аяулым мектепте оқу ағарту ісінің меңгерушісі болып қызмет атқарып жүреді. Міне осы кезде Семей зардабынан болған үлкен қасіреттен жолдасы Әмір көз жұмып дүниеден өтеді. Еліміз егемендік алғаннан кейін 40 жылсын алып келген полигон тоқтатылады. Осы кезде аяулымның өмірінде бір үлкен өзгеріс болады. Ол өзінің ең алғашқы сүйген махаббаты Меліспен кездесіп Алматыға аттанады. Ұзақ жыл ешкімді сүйе алмаған аяулым Мелісті кездескендегі аяулымның басынан өткен мынау махаббат сезімін жазушы өте шынайы бейнелеген. Меліс пен аяулым екеуі қол ұстасып Алматыға аттанады.
Алматыға барғаннан кейін дүниеге шекесі торсықтай егіз ұл дүниеге келеді. Естеріңізде болса, жазушы романды түспен бастаған еді. Романның соңында түспен аяқтаған, түсінде аяулым аспанға қадалған отты алып саңырауқұлақты көреді. Саңырауқұлақ аспанға көтеріліп бара жатырып, бүкіл жерді сілкінтіп, дірілдетіп бара жатады. Сол кезде аяулым екі ұлын құшағын алып құшақтай түседі. Бірақ бұл тек қана ананың үрейі, ананың қорқынышы еді. Сүйікті біздің оқырмандарымыз, егер де сіздер даналықпен сырласып, рухани азықты бойларыңызға жинағыларыңыз келсе, Атырау қалалық кітапханасы сіздің төріңіз болсын.